Солтүстік қазақстандық жастар салауатты өмір салтын ұстанады. Спортпен айналысуға шақырады. Петропавлда жастар салауатты өмір салты үшін атты акция өтті. Денсаулық қалашығына келген әр адам өз денсаулығын тегін тексертуге мүмкіндік алды. Жастар ел болашағы, елімізге сауатты, білікті, дені сау азаматтар керек. Ал салауатты өмір салтын ұстанған жастың ғана дені сау болмақ. Өкінішке орай бүгінгі күні көбі өзінің денсаулығы жайлы ойланбайды. Сондықтан осындай акция ұйымдастырайық деп шештік дейді акцияны ұйымдастырушылар. Петропавлдың орталық алаңында денсаулық қалашығы құрылды. Центр молодежных инициатив. Бүгін біз жастар салауатты өмір салты үшін атты акцияны ұйымдастырып отырмыз. Салауатты өмір салтын насихаттау және қалыптастыру әрбір орталықтың міндеті. Сондықтан бүгін біз тұрғындарға кеңес берудеміз. Бір қуантарлығы тұрғындар өз денсаулықтарына бей-жай қарамайды. Шара барысында тұрғындар қант диабеті мен қандағы холестеринді анықтау үшін жедел тест өтіп, тегін қан қысымын өлшеуге мүмкіндік алды. Сондай-ақ тұрғындарға жұмысқа орналасу тақырыбында кеңестер де берілді. Бүгінгі іс-шара өте пайымды деп есептеймін. Себебі әр адамға осы өмірде жақсы денсаулық болғанын тілеймін. Қанымды тексердім, қаны жақсы деді. Осындай іс-шараларды өткізе беріңіздер. Сіздерге мыңдай рахмет. Келіп тұрмыз жылда. Осында болсаңыздар. Солтүстік Қазақстанның халықтарына сәлем айтам. Давлением 160 на 70 говорят. Нормальный говорят. Да? Чуть-чуть немножко жоғары шығар, а так бәрі жақсы. Көпшілік осы сынды акциялардың көптеп ұйымдастырылуын қалайды. Сол себепті игі шара алдағы уақытта жалғасын тауып дәстүрге айналмақ. Тоқтар Ғалым, Азамат Жантурин, ақпарат.